Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Әзірет Сұлтан мешіті ұсынады. Жұма күнгі уағыз. Алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі жұмамыз баршамызға мұбарақ болсын. Бүгінгі тақырыбымыз бала тәрбиесіне қатысты. Расында баланың тәрбиесі деген бұл ұлттың тәрбиесі. Келешек ұрпақ. Хазірет Али радиаллаху анху балаларыңды өздерің жоқ уақытқа тәрбиелеңдер деген. Өйткені сендер болмайсыңдар, олар болады дейді. Сол уақытта олар дұрыс адам болуына көңіл бөлу керек ендігі. Адам баласына қарап отырып, өзінің не тәрбие бергендігін баласынан көруге болады. Ертең баланың жетістігі де, баладан көрініп жатқан іс-қимылдың әрқайсысы да отбасында ата-анасынан көргеннен басталады, негізгісі. Соның үшін де дініміз бала шағаға жақсы тәрбие беруді әмір еткендігін көреміз. Бұл мәселелерді көретініміз, дінімізде жалпы алғанда кез келген мәселеде Алла Тағаланың елшісі болған пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды үлгі тұту әмір етілген. Кез келген істе пайғамбарды үлгі тұту. Тәрбие мәселесінде де көреміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің балалары былай тұрсын, өзгенің балаларына да мейірімді болған. Кезінде Анас радиаллаху анху кішкентай жас бала кезінде анасы оны алып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға: "Я Расулалла" дейді, "Мен осы баланы сізге берсем, соны тәрбиелесеңіз, сіздің қолыңызда жүріп өссе, осы сізге қызмет етсін" дейді. Алып келеді. Сонда сол Анас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында 10 жыл жүрген. Қызметінде болған соң, тәрбиесінде болған. Сонда Анастың айтқаны: "Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір рет ашуланып, ұрысып, неге бұлай істедің, немесе неге бұлай істемедің деп ұрысқандығын естімедім" деген. Бір нәрсе бүлдіріп қойса да, дұрысы бұлай екендігін көрсетіп жібереді екен. Сол арқылы Анастың үлкен сахаба тәрбиеленіп шыққандығын көреміз. Мінекей кез келген мәселеде бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды үлгі өнеге етіп ұстану деген негізгі қағида осыдан келеді. Түрлі үлгілер де өте көп. Мына көреміз. Дінімізде балаға жастайынан діни тәрбиені беру керек екендігі әмір етілген. Діни тәрбиені ертеректен үйрету керек. Бала әлі көк шыбықтай ары-бері майысып тұрған уақытында дұрыстығын үйретіп қою керек екендігі. Жас кезінде үйренген нәрсесі ол тасқа қашап жазғандай болады. Ешқашан бойынан өшіп кетпейді, ол сіңіп кетеді екен бойына. Сондықтан да намазы болсын, Құраны, қазақшалап кәдімгі бата беруі, өзгелерді көрген кезде сәлемдескенде дұрыс сәлем беру үлгісі қалай екендігі, баршасын балаға кішкентайынан сіңіру керек екендігін дініміз оны әмір еткен. Бала дегеннің өзі Алла Тағаланың берген үлкен нығметінен. Қаншама пайғамбарлар осы баланы сұрады: "Ей Алла, маған бала бер" деп. Ол Ибрахим пайғамбарда, Закария пайғамбарда, Алланың ұлы елшілерінен еді. Закария пайғамбар қартайған шағына келген кезде де Алладан үміт үзбей бала сұрады. Сол сұраған баласының артында не екен? "Ярисуни ва ярису мин али Яқуб вадж'альху робби радия". Ей Алла, маған және Яқубтың ұрпақтарына мирасқор болатын бір бала бер, және оған сен өзің разы болған балалардан болсын ол деп Алладан тілек тіледі. Қандай болса да бір бала бер деп қоя салған жоқ. Алланың риза болатындай, сондай дұрыс, салихалы бала болуын Алла Тағаладан бірден тіледі. Мінекей көреміз, бұл да Алла Тағаланың берген нығметтерінен екен. Құран кәрімде: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара". Ей иман келтірген мұъминдер, өздеріңді және отбастарыңды тозақтың отынан қорғаңдар деп айтқан.
Осы аятты тәпсірлеген уақытта түрлі тәпсірлер беріледі. Имам Құртубидің мысалын көретін болсақ, берген тәпсірлеген уақытта бала шағаларымызға дінді, хайыр жақсылықты және дін этикасын үйрету бізге міндет деген осы арқылы. Діни тәрбиені беруді міндеттегендігін көреміз. Тозақтан құтылу жолы деп айтқан. Алла тағала оттан қорғаңдар балаларыңды деген уақытта осы діни тәрбиені беріп қою керек екендігі. Ол үйреніп алу керек. Кез келген ісін жаңағы өзі діни істерін болсын өзі адам біле алатындай. Ал енді ұлттық мәселелерді адам басы үйретіледі, сосын халық болғаннан кейін сол халықтың арасында жүріп негізгісін үйрене береді ғой. Бірақ мына нәрселер басынан басталу керек екендігі. Уәмур ахлака бис-салати вастабир алейха. Отбасыңды намаз оқуға бұйырда, өзің де оған шыдамды бол. Соған көңіл бөл дейді. Дұрысын білесіз бе, отбасыңызға соны үйрету әмір етілген. Біз кейде мынандай нәрсе жасаймыз. Білгенімізді сыртқа үйрету. Сол нәрсемен есептеп кетеміз. Жоқ, ең бірінші білген нәрсесін адам отбасына үйретуі. Әйел бала шағаларына үйретуі, өзінен кейінгі інілеріне, қарындастарына үйретуі. Осы нәрсемен басталады. Адам өйткені өзінің жақынынан бастаған уақытта кәдімгі шынайы ниетпен бастайды. Ал сыртта үйретсе, ол мұғалім болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Ол ақшаға айлық жүріп жатқан үшін үйретуі мүмкін, көңілі болмауы. Бірақ не екен? Негізгі бірінші бастама өзінің отбасынан болу керек екендігін әмір еткен. Бала тәрбиесі деген расында ең күрделі әрі қиын іс қой. Күрделі істердің бірі. Ол ауызбен айта салу оңай. Бірақ шынында баланы бағып адам қылу деген нәрсе ол өте қиын істер. Күрделі тақырыптардан. Дегенмен сол баланың нәтижесін ертең өзіңіз көресіз. Жақсы тәрбие беріп, жақсы шынында толығымен көңіл бөліп өсірген болсаңыз, бала дұрыс тәрбие алып шыққан болса, ертең өзіңізге қарай басатын бала болады. Ал бере алмаған болсаңыз, онда сан соғып қалу деген сонда болады. Өйткені істен өтіп кетті, барлығы кеш болып қалады деген. Соның үшін дінімізде бұл нәрсеге ерте бастан қамдану керек екендігін әмір еткен. Мысалға дейік, шариғатымызда баланың салихалы болып өсуін қадағалау керек екендігін әмір етеді. Бұл салихалы бала деген кім өзі? Бірінші сұрақ қойылу керек қой. Кімді айтып жатырмыз салихалы деп? Шариғатта салихалы бала деген ата-анасына қызмет ететін бала. Біріншісі. Ең бірінші қызмет ата-анадан басталу керек. Ата-анасына қызмет ететін, соларға қарайласып өскен бала, дүниеден өтіп кетсе артынан дұға жасайтын болса, бұл салихалы бала деп аталған. Ал одан кейінгі екіншілері екінші орында тұрады. Біріншісі оның қызметі болуы кім екен? Ата-анаға екен. Міне осыны әмір еткен. Әкенің де, ананың да міндеті ата-ананың қадірі туралы үйретуі. Оларды сыйлау керек екендігі. Әсіресе әйел кісі әкені қасиетті қылып көрсетіп үйрету керек балаға. Әке деген үлкен жаңағы өнеге, үлгі екендігін, әкеге қарсы келуге болмайтындығын үйрететін болса, бала деген құрметтеп өседі. Кішкентайынан құрметтеу, сыйлау деген нәрсені үйренген бала кейін өскенде ол нәрсесі арта түседі деген. Ата-анасына қарасатын бала сонда шығады деген. Бұның баршасы өзіміздің қолымыздағы нәрселер. Кейіннен бірақ соның нәтижесі көрініп отырады екен. Бала тәрбиесінде өте маңызды көрілген нәрселер бар. Қазақта ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейміз ғой. Сол секілді дініміздің ең біріншісі балаға мейірімді болу дейді. Бізде мейірімді болу деген нәрсені кішкене әйелдер жаққа қарай бұрып қойған сияқтымыз негізі. Ер кісі қатал болу керек деген деймін. Бірақ жоқ, олай емес екен. Әкенің де балаға мейірімді болуы міндеттелгендігін көреміз. Бала әкесінің өзіне деген шынайы мейірімі бар екендігін, өзін жақсы көретіндігін бала сезіну керек деген ең бірінші мәселе. Тәрбиеде бірінші мейірімді болу дейді. Екіншісі, сол мейіріммен қоса керек орында шыбық қолдану керек болса, әке қолдану керек. Баланың тәрбиесінде ол да керек, бала шектен шығып кетпес үшін. Бірақ орынды, шектен шығып кеткен нәрсе
ертең әсерін көрсетеді бәрібір деген баланың бойында. Тек қана әдепке, тәртіпке келтіру үшін жаза қолдану, олдан екен шыбық қолдануға оның рұқсат берілетіндігі. Және ата-ананың өзі жақсы үлгі бола білуі балаға. Кез келген отбасы болғаннан кейін отбасында кекілжіңдер шығады. Әйел мен ердің арасында ұрыс болып қалуы мүмкін. Соны мүмкіндігінше балаға көрсетпеу керек екендігі. Бала ол ұрысты, керісті, әкесі мен анасының ұрысын көрмеу керек екендігі әмір етілген. Кез келген мәселеде мұндай жаман қылықтарды жасырып, тек қана жақсылықты көрсетіп отыру әмір етілген. Сонда ғана бала дұрыс көзқараста тәрбиеленіп өсетіндігі. Және тағы бір қолға алынған мәселе бар, балалардың арасында әділетті болу дейді. Баршасына бірдей қарау. Ұл демей, қыз демей, үлкен бала, кіші бала деп араларын бөліп тастамастан балалардың баршасына бірдей қарау дейді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында бір кісі отырады. Сонда баласы келеді жанына. Баласын құшақтап бетінен сүйді да алдына, аяғына отырғызды дейді, санына. Кішкентай бала екен. Әңгімелесіп біраз отырған кезде қызы да келіп қалды дейді, жүгіріп артынан. Сонда қызын да ұстап, құшақтап екінші аяғына отырғызады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны байқайды, қызын сүймейді бірақ ана. Баласын сүйіп отырғызып еді, олды қызды сүймей әшейін отырғызды дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Иъдилу байна ауладикум, иъдилу байна ауладикум, иъдилу байна ауладикум» деп үш рет айтады. Балаларыңның арасында әділетті болыңдар. Балаларының арасында әділетті болыңдар. Балаларының арасында әділетті болыңдар деп үш рет қайталағандығын көреміз. Демек не екен? Ұлды сүйіп қарсы алып, қызды әшейін отырғыза салу деген болмайтын іс екенді. Екеуін бірдей сыйлау керек, екеуін бірдей құрметтеп, екеуін де сүйіп, құшақтау керек екендігі, арасын бөліп жаруға болмайтындығы. Мінекей бұл да дұрыс тәрбиенің негізгі нәтижелерінің бірі болады екен. Бөліп жаратын болса, бала өзін кішкентай кезінен сол бөтен сезініп өтеді деген. Мені жақтырмайды деген секілді. Сол нәрселерге жеткізбеу керек екендігі. Және мынау дінмен қоса ұлттық тәрбиені де үйрету. Бұл өте маңызды. Ұлт болғаннан кейін, бір ел болғаннан кейін адам бөлініп кете алмайды ешқашан. Мен тақуа болып кеттім екен деп бүкіл нәрседен бөлініп кете алмайды адам. Өйткені қоғам сол, өзіңіз еліңіз сол, дәстүр бар, салт бар. Баршасын қайсысы қалай екендігін үйрету керек болса, ертіп жүріп үйрету дейді. Бұл нәрселерді керек. Өнер үйрету. Мына қара өлеңдер бар ғой, жатқа айтылып жатқатын. Соны үйрету, баланың тілі даму үшін әдебиет бұлар керек. Жырлар, мақалдар. Оның баршасы адамның санасын қалыптастыратын әдеби жанрлар болады. Солардың баршасын баланың санасы қалыптассын деп үйретіп отыруы. Абайдың өлеңдерінен, мысалға, Шәкәрімнің өлеңдерінен көп-көп жаттаған бала қазақша сөйлегенде іркілмей сөйлейтін болады. Қорқпайды ешқашан, сескенбейді. Өйткені тілі жетік ол. Кез келген жерде айта алады. Мына мектептерде кішкентай тақпақтардан беріп жатады әдейі, жаттасын бала деп. Неге? Баланың тілі сыну үшін ғой. Соны айту арқылы тілі сынады, қазақшаны таза сөйлейтін болады өз тілінде. Өлең, мақал деген нәрселер баланың негізгі түсінігін қалыптастырады деген. Мінекей соның үшін де бұл нәрсенің керек екендігі. Және баланы отансүйгіштікке тәрбиелеу дейді. Отансүйгіш болуы, елін жақсы көруі, елінің дамуына қызмет етуі негізгі мәселелердің бірі екен. Есі шығып жүре беретін баланы тәрбиелеу емес, немесе өзінің басынан қара басынан асатындай ой жоқ ондай бала емес, елін ойлайтын артындағы. Негізі өзі адам баласы дәреже болады екен өзі. Біріншісі өзінің қара басын ғана ойлайтын адам дейді. Басқа ешкім ойламайды. Өзімде болса болды, басқа ешкім керек емес. Төменгі дәреже дейді. Екіншісі бар екен, ол ағайын туыстарды да қамти алатын бала. Ағайын туыстарына қызмет ететін, соларға да жақсылығын жасап, пайдасын тигізіп отыратын бала дейді. Үшіншісі одан кең ауқымда кететін дейді. Халқын, елінде ойлайтын, көрші қолаңдарын баршасын есептеп отыратын
адамның дәрежелері екен бұлар. Сонда көреміз, ең төменгісін айтады, ол адам өзінен басқасын ойламайды. Ағайын туысты да, әке шешені де ойламайтын, қара басын ғана ойлайтын адам. Ондайлықтан шығару керек екен. Баланың өрісін, ойлау өрісін кеңінен ойлау керек екендігін, соған үйрету керек екендігін тәрбиелеу. Бұл жолда қорықпай кірісу, батыл кірісу керек екендігі айтылатындығы. Мына көреміз, өткенде кеше ғана мына жақында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың да мақаласы шықты, Ұлы даланың 7 қыры деген. Бұл жерде де көрсеңіз, еліміздің, халқымыздың ұлы ойшылдары, батырлары, өткен тарихы баршасы айтылған. Расында да біздің халықтың кеше ғана пайда болған емес, ол ежелден батыр халық болып келгендігі, жомарт халық болып келгендігі, баршасы қолданып осы құндылықтар жаңағы ұстану керек екендігі, осы құндылықтар қайтадан жандану керек екендігі жайында мақаласына толық айта кеткен. Мысалға дейік, сол жерде айта кететін болсақ, мына ұлт тарихын санаға сіңіру барша қазақстандықтардың бойында өз бастауларына деген ортақтық сезімін қалыптастырады дейді. Сондай-ақ ұлы дала Әл-Фараби мен Яссауи, Күлтегі мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және де басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелгендігін, сондықтан да атақты тарихи тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне Ұлы даланың ұлы есімдері атты оқу ағарту энциклопедиялық саябағын ашу идеясы көтерілген. Сол ұлы ғалымдарымыз, ойшылдарымыз болса, солардың баршасының атына саябақтар энциклопедиялық ашылу керек екендігі әмір етілген. Мына көреміз, Ұлы даланың есімдері атты оқу ағарту энциклопедиялары жандануы және осыны қайтадан халыққа сіңірілу керек екендігі қайтадан қозғалып жатыр бұның баршасы. Бұрында да айтылған еді қайтадан. Неге? Өйткені ұлттық құндылық деген нәрсе бұл әрбір елге керекті нәрсе. Әрбір халық өзінің тарихын білмей, болашағын біле алмайтындығы. Расында көреміз, біздің халықта даланың халқы, ұлы даланың халқы болғандықтан даланың өнерлерінің баршасы бізде дамыған. Атқа міну, садақ атуы болсын, аттың үстінде қаншама нәрсе, бәйгесі болсын, көкпары болсын, түрлі жаңағы ойындар, дәстүр ретінде кіргіліп, сол біздің халыққа сіңіп кеткен еді. Бала осыны сіңіріп өсетін болса, осыны үлкен құндылықтарды, ертең сол ұлтын жақсы көретін, ұлтын дамытуға тырысатын адамдардың пайда болатындығы, сол сезіммен жұмыс істейтіндігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де Мекке қаласынан шығарылған уақытында, қудаланған уақытында кетіп бара жатып айтқан, Меккеге қарап тұрып, әттең сенен сүйкімді бір жер жоқ еді маған, бірақ басыма осындай нәубет туылмағанда ешқашан сен тастап кетпес едім деп, сол Мекке қаласынан шығып кеткендігі. Мадина қаласында өмір сүріп жатқан кезінде де Ухуд тауына шыққан уақытында Ухуд тауына қарап тұрып, Ухуд тауы бізді жақсы көреді, біз де Ухуд тауын жақсы көреміз деген. Елінің таутасына дейін жақсы көруі деген, бұл мұсылманшылық сипаттарының да бірінен. Жанашырлықпен қарау, соны жақсы көру, елін, ұлтын, жерін жақсы көру деген нәрсе, олар жаңағы ең керекті адамның негізгі жаңағы патриоттық сезімін оятатын істерден екендігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде «Ма нахала валидун валадан мин нахлин афдала мин адабин хасанин». Әке балаға жақсы мінез құлықтан асқан, жақсы тәлім тәрбиеден асқан еш нәрсе бере алмайды деп айтқан. Ең үлкен жетістігі әкенің беріп кеткен бұл жақсы тәрбиесі, жақсы мінез құлқы екен, балаға үйретіп кеткен. Одан асқан бір істің болмайтындығы. Мінекей, көретініміз дініміздің де негізгі әмірі осы екендігін көреміз. Жасалған уақытында осыған қарай жасалу керек екендігі. Тәрбие дұрыс болатын болса, ертең сол баланың қызығын ата-анасының өзі де көреді, өзге адамдар да содан жақсылық көреді екен. Кейде бала бір нәрсені бүлдіріп жатса айтамыз, осы мен қай жерден қателестім деп.
негізінде ата ана деген расында бала шағасына не істемейді? Өзі кие алмаған киімін кигізеді, өзі жете алмаған жерге жетсе екен дейді, өзінде жоқ нәрсені қарыз қалып болса тауып беріп баланы жеткізеді. Бірақ тек қана материалдық тұрғыдан елден қалмасын деп жасап жатқанымен ісі болмай қалады. Елден қалмасын деп әйтеуір баршасын жасайды. Отқа да түседі, суға да түседі сол ата ана, сол бала үшін. Бірақ рухани тәрбиелер берілмей қалатын болса, ертең бұның бәрі зиянына болады екен. Рухани тәрбие жақсы болатын болса, әдеп, жақсы мінез құлық, жақсы тәрбие берілген уақытында сол бала өзіне жемісін береді екен. Ертең қартайғанда сол баладан қызығын көреді, содан рахатын көреді сол баланың. Баланың түсінігі дұрыс тәрбиеленген болатын болса, халқын, елінің дәстүрін, өнерін, салтын жақсы ұғынған бала болатын болса, ешқандай одан қауіп жоқ екен. Міне ең дұрыс бала болып өсіп жетілуінің себебі сол болады екен. Енді көреміз, адам енді барынша қолынан келген тәрбиенің баршасын береді. Бірақ дінімізде бір нәрсені тағы қояды, бұл баланың артынан дұға жасау деп айтқан. Алла тағала тауфиқ бермесе, Алла тағала соны санасына соны кіргізбесе, онда адамның істеп жатқан ісі қиындау екен. Соның ішінде Алла тағаладан, ұлы құдірет иесі болған Алладан жәрдем тілеу дейді. Ей Алла, осы бала шағамды салиқалы қыл, аман есен болсын, дұрыс ізгі істерде жүрсін деп Алла тағаладан үнемі тілектес болып тілеп отыруы бұл ата анаға міндет екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис шарифінде ата ананың балаға жасаған тілек дұғасы кері қайтарылмайды деген. Соның үшін болашақ ұрпаққа жасалған тілек дұға үнемі қабыл болады. Алла тағала сол ата ананың сол тілек дұғасын береді екен. Мінекей дінімізде соның ішінде дұға жасауды әмір еткен. Ибрахим пайғамбардың мысал ретінде келтірілген уақытында көреміз, дұға жасағандығы айтылады. Робби джални муқимас-салати ва мин зуррияти роббана ва тақаббал дуа. Ей Раббым, мені де намаз оқушылардан қыл, және ұрпақтарымды да құлшылық жасаушы намаз оқушылардан ет, және тілек дұғамды қабыл ет деп дұға жасаған. Салиқалы болуына, Аллаға құлшылық жасап жүретін ұрпағының болуына тілек дұға жасаған Алла тағалада. Мінекей соның ішінде Алла тағала Ибрахим пайғамбардың да ұрпағынан неше түрлі пайғамбарлар шығарды. Бұл бір үлгі екен, өзге адамзатқа берілген. Адам баласы да баласының салиқалы болуын тілейтін болса, Алла тағала оның тілегін беріп, баласының салиқалы болып өсуіне Алла тағала хидаят береді екен. Мінекей құрметті жамағат, бүгінгі негізгі тақырыбымыз осы еді. Бұл бала шағаның тәрбиесі, әрине ұлттың тәрбиесі. Әр отбасында үйренілген нәрсе ертең қоғамда көрінеді. Баланың қандай екені негізгісі отбасынан көргеннен басталады. Негізгі сіңімді нәрсе оқып үйренген, немесе сырттан оған былай істе деп айтылған нәрседен гөрі көзбен көрген нәрселер екен, нәтижелі болатыны. Отбасында не көрді, соны тура дұрыс деп қабылдайды. Бала кішкентай кезінің өзінде ата-анасын ең үлгі тұтар адамдар ретінде қабылдағандықтан, ата-анасы не істеді, не сөз сөйлеп жатыр, тура сол сөзбен сөйлейтін болады, сол істерді жасайтын болады, сол қимылдарда болады үнемі. Қандай тәрбиені көрген болса, сол нәрсені ертең сыртта соның баланың бойынан көреді екен адам. Сондықтан да Алла тағала баршамыздың тілек дұғамызды қабыл етсін. Мынау өсіріп жатқан ұлдарымыз бен қыздарымызды тәрбиелі ұрпақтардан қылсын. Алла тағала баршамыздың тілек дұғамызды қабыл етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.